Қойшыбек, мүбәрәк, құбыжық. 8-ші бөлім. Ит даусына салған әйел шала шайнап жұта салды да, қолын қайта созды. Бұл жолы жігіт астаудағы етті қарбытып, аса басып алды да, бос ыдысты әйелдің алдына лақтырып тастай салды. Көзі шатынай қараған әйел орнынан атып тұрмаққа қамданып еді, сақ отырған жігіт әйелді бас салып, астына жұмарлады да, жанында жатқан жіңішке қайыс арқанмен қол-аяғын мықтап байлап тастап, өзі буын жақ түйіншектерін жинап кетуге қамдана бастады. Ешқайда қашып құтыла алмайсың. Босат мені. Әйелдің ызбарлана шыққан үніне жігіт селт еткен жоқ. Мылтығын қолына алды да, қасқа маңдайдан тіреп тұрып, тартып кеп қалайын ба? Деп, масаттана қарқылдап күлді. Сенің арам қаныңа ортақ болып не қыламын? Жігіт кері бұрылды да, сайды өрлеп кетіп бара жатты. Түнгі айдың ақшыл сәулесі қалың қарағайдың арасынан анда-санда жарқ етіп қалады. Тоқта! Әйелдің жарықшақтаған дауысы естілді. Жігіт кенет жүрегі айнып құсып жіберді. Қосқан құсығынан жап-жасыл сәуле жарқырап тұр. Жігіттің әл дәрмені кетіп, тізерлеп отыра кетті де, тілі салақтап, көзі алая ақиланып, бір жағына қарай сұлай жығылды. Байлауда жатқан әйел орнынан домалап жүріп, суға қарай жылжып бара жатты. Күндіз кешегі аңшы жүгіріп келе жатқанда көрген үлкен үңгір. Үңгірдің ішінде төрт жаққа қағылған қазыққа керіліп байланған аңшы тырдай жалаңаш, ышқына демалып қиналуда. Төп жағында бейберекет жайылған қалың аң терісінің үстінде тырдай жалаңаш әйел жатыр. Рахаттана ұйықтап жатыр. Талмаусырап, талықсып жатқан жігіттің көз алдына кешегі түн елестеді. Құлап жатқан оның қасына келген әйел ерекше бір алапат күшпен оны қолтығына қысты да, осы үңгірге алып келді. Ешқандай да бір қарсылық көрсетуге оның дәрмені жетпеді. Төрт жерге қазық қақты да, оның киімін толықтай шешті де қазыққа керіп тастап, өзі шешіне бастады. Үйілген терінің арасынан бір кішкене қалта тауып алды да, ақтара бастады. Ішінен бір ақшыл сүт түсті мөлдір түймешікті тауып алып, жігіттің бас жағына келді. Бұл бөкен шалақ, сенің енді шабытсыз болғаныңды көрейін. Деп әйел сайқалдана күлді де, қолындағы затты жігіттің аузына тықпалады. Ернін жұмқыра тістеп, арып талысқан жігіттің екі шықшытынан мытый қысқан әйел оның аузын еріксіз аштырды да, таңдайына салып жіберіп, аузын алақанымен басып тұра қалды. Таңдайына түскен бөкен шалақ еріп, тамағына кете бастасымен жігіттің денесіне біреу ыстық май құйып жібергендей шарқ ұрып тулай бастады. Осы кезде жігіттің үстіне қарғып мінген әйел шарқылдай күліп, жігітпен бірге тулай бастады. Жігіт өзінің еріксіз қозған нәпсісін тия алар емес. Бір қарап қалғанда, әйелдің сол жақ омырауының үстінде алақанның жартысындай қап-қара меңді көзі шалып қалды. Арада біраз уақыт өткенде жігіт талықсып барып, сұлық жатып қалды. Әйел ашық омырауын жігіттің денесіне тигізіп, біраз жатты да, жігіттің жанына қисая кетті. Қыз маңайды қалың қар басып, үңгірдің ішін аяз кернеп тұр. Екі аяғымен бір қолы қазыққа мықтап байланған жігіт қалың терінің арасында тек бір қолы ғана бос, жүні жалбырлаған әлде бір аңның сирағын үзіп отыр. Үңгірдің ауыз жағында қарны шартиып шығып кеткен әйел ауыр қозғалып, шығар есікті қымтап жауып жүр. Өзінің астындағы нәжісінен жеркенген жігіт қайта-қайта құрғақ лоқсиды да, қолындағы шикетті лақтырып жібереді. Оны байқаған әйел сирақты қайтадан оның алдына алып келіп беріп жатып, мынаны талғажау етпесең, аштан өлесің. Бұл қорлықты көргенше өлгенім жақсы еді. Жігіттің бар үміті үзілген. Жайлап қана осыны айтты да, лоқсып отырып, шикі сирақты қайта мүжи бастады. Үңгірдің ауыз жағында жатқан өзінің киімін
Тиін жегінің арасында жатқан мылтығын тесіле ұзақ қараған жігіт үмітсіздене басын шайқап күрсінді де бір жағына қисайып жата кетті. Түн ортасы ауған шақ далада көуілдеген боранның даусы естіледі. Үңгірдің аузына жабылған терілерді қалдырлатып ішке қарай қар ұшқындары қапылақтайды. Үңгірдің қабырғасын екі алақанымен тіреп жағалап жүрген әйел бебеу қағып толғатып жүр. Бет аузынан аққан жағал-жағал термен араласқан көз жасы иегінен сорғалап, үстіндегі аң терісінен тігілген кеудешесіне тырс-тырс тамады. Енді ол беліндегі көйлек орнына жапсырып алған теріні долдана жұлып алды да жігітке қарай лақтырып жіберді. Таң ала кеуім дей бере үңгір ішінде үшкір тасқа асылып тұрған әйел кішкене шыңғырып жіберіп, үнсіз жерге бөгіле түсті. Шар ете түскен бала дауысы шықты. Талықсып біраз жатқан әйел қолын созып, жақын жерде жатқан жігіттің кездігін алды да, баланың кіндігін кесіп, оны қалың терге орады да, жігіттен алыс терілердің үстіне тастай салып, өзі сүйретіліп далаға шығып кетті. Жалғасы бар.